Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында оңай әрі тез дайындалатын сгущенка жасайтын боламын. Ең алдымен менің арнама тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпа. Ендеше кеттік. Бізге керек қолда бар зат, ол сүт пен шекер. 1 литр сүтке 200 немесе 180 градус шекер салып, сгущенка жасайтын боламыз. Ол үшін бізге үлкендеу кастроль керек болады. Сүтіміз піспеген шикі күйде болу керек. Шикі сүтке 200 грамм шекерімізді салып, орташа оттан сәл төмен отта араластыра отыра пісіретін боламыз. Отта тұрған сүттен алыстамай жиі қозғап отырамыз. Басында сәл көпіршік пайда болады. Бұл сүтті 30-45 минутта қозғап отырып, сүтімізді қоюландырамыз. Пайда болған қоймалжың сүтті ыдысымызға құйып, бөлме температурасында суытып аламыз. Суыған сүтті блендерлейміз. Сонда бізде қою сүт пайда болады. Яғни қойытылған сүт шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте керемет шығады. Магазиннен сатып алмайтын боласыздар. Сіздермен болған Тоғжан. Лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.